Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбын өздерің тауып көріңдерші. Ол үшін жұмбақты шешіңдер. Жұмбақтың шешуі бүгінгі сабақтың тақырыбы болады. Қос қоржынын артынып, қос құлақтай қалқиып, тұратын бұл қай әріп? Ф әрпі екен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ф дыбысы. Бүгінгі сабақта сендер Ф әрпі бар сөздерді сауатты жазасыңдар. Берілген тақырып бойынша түрлі дерек көзден жаңа сөздердің мағынасын ашасыңдар. Өлеңді мұқият оқиық. Фойеде ел жиналған, фестивальді тойлады. Фатима қыз финалда флейтада ойнады. Балалар, өлеңдегі Ф дыбысы бар сөздерді табайықшы. Фойеде, фестивальді, Фатима, финалда, флейтада. Бұл сөздердің мағынасын біліп алайық. Фойе – негізгі бөлме алдындағы демалыс залы. Фестиваль – қоғамдық мереке. Флейта – ағаштан жасалған үрмелі музыкалық аспап. Балалар, тағыда қандай музыкалық аспаптарды білесіңдер? Олай болса, қазақтың музыкалық аспаптары туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Қазақтың ұлттық аспаптары терең, жуан, жұмсақ әрі қоңыр дыбысымен ерекшеленеді. Қазақтардың әуендерінде қоршаған ортаның дыбыстары дәлме-дәл беріледі. Шөптердің сыбдыры, өзендердің ағысы, даланың дауысы естіледі. Халықтың ұғымында аспаптар әлемдік тыныштықты сақтайды, ал аспапта ойнау ғарыш күштерін бір қалыпта ұстайды деген ой қалыптасқан. Көне заманда көшпенділерде дауылпаз және шың дауыл сияқты соқпалы, ұрмалы аспаптар кең таралған. Оларды көбінесе аңға шыққанда, діни жоралғылар кезінде, көшке дайындық жайлы ескертуде және жаугершілік заманда әскери жорықтарда пайдаланған. Үрмелі аспаптардың ішінде кең тараған аспап сыбызғы болып табылады. Ерекше үрлеу тәсілін қолдана отырып, сыбызғышы 20-25 түрлі үн шығара алған. Түтікшенің ойығына барып соғылған азыңдаған ерекше дыбыс, орындаушының тамағынан шыққан қосымша дыбысы және өзіндік обертон мен түрлі дыбыстарға бай сыбызғының өзіні қайталанбас дала гармониясын тудырған. Қазақтың тағы бір көне аспаптарының бірі жеті шекті шертпелі жетіген. Әдетте жетіген жеті шекті болатын. Дегенмен қазіргі заманның жетілдіріп жасалған жетігенде 15 шек бар. Жетіген өзінің жұмсақ, әуезді үнімен ерекшеленеді. Домбырада ойнау өнері көбінесе Ортеке қуыршақ театрмен бірге қатар жүретін. Ол үшін шеберлер тауешкінің пішінінде жасалған қуыршақты арнайы тұғырға орнататын. Қуыршақ тартылған жіптердің көмегімен күйдің ырғағына сай билейтін. Домбыра тұрғылықты жағдайларға, әдет ғұрыпқа және орындаушылық мәнерлерінің ерекшелігіне сай әртүрлі жағдайда дамыған. Аспаптың көп түрлілігін осымен түсіндіруге болады. Домбыраның шегі әдетте қой мен ешкінің шектерінен жасалған. 2 жасар қойдың шегінен жасалатын шек сапалы қасиетке ие болып келеді. Ондай шектер төменгі дыбыс шығаратта халық музыкасына тән қоңыр үн береді. Табиғи материалдан жасалатын болғандықтан, қазақтың ұлттық аспаптарының үні табиғи әрі ұнамды болатын. Халық музыкалық аспаптарымен тірі жанмен тілдесетіндей қатынаста болатын. Олардың үстінен аттап өтпеген, сұраусыз алмаған, аспаптың сөйлей алатынына және көмек көрсететініне сенген.
көптеген ғасырлар бойы музыкалық аспаптарды жасау құпиясы мен оларда ойнау шеберлігі ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырған. Балалар, қазақтың музыкалық аспаптары туралы білімдеріңді кеңейттіңдер деп ойлаймын. Естеріңе сақтаңдар. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Мысалы, фабрика, телефон, телеграф. Бізге берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына Ф немесе П әріптерінің тиістісін қойыңдаршы. Балалар футбол ойнап жүр. Досболдың атасы Шопан. Менің анам фермада істейді. Арман партада отыр. Балалар, сендердің жауаптарың да дәл осындай болғанына сенемін. Мәтінді тыңдаңдар. Доп ойнаймын деп. Өскенбайға апасы: балам, күн кешкірді. Бұзауға бар, деді. Өскенбай бұзау іздеуге шықты. Ауыл сыртында футбол ойнап жатқан балалардың қасынан өтіп бара жатқан. Әй, Өскенбай, мұнда кел. Бізге бір адам жетпей, жеңіліп жатырмыз, деп айқайлады балалардың біреуі. Аздап ойнайын, деп ойлады да, жүгіріп барып ойынға қосыла кетті. Ойынның қызығына беріліп кеткендіктен, бұзау Өскенбайдың есінен шығып кетті. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтін неліктен доп ойнаймын деп аталған? Себебі Өскенбай доп ойнаймын деп апасы берген тапсырманы ұмытты. Мәтінге сендер қандай ат қояр едіңдер? Менің нұсқам Өскенбай мен бұзау. Төмендегі қай жауапты мәтіннің соңы ретінде таңдайсыңдар? Бірінші, қараңғы түссе де қорықпады. Екінші, қараңғыдан қорқып, бұзауды іздемеді. Үшінші, апасы оған ренжіді. Төртінші, бұзау өзі келді, апасы оған ренжіген жоқ. Бесінші, Өскенбай апасынан кешірім сұрады. Қай жауапты таңдайсыңдар? Мен бірінші жауапты таңдадым. Қараңғы түссе де қорықпады. Қараңғы түскеніне қарамастан Өскенбай бұзауды іздеп үйіне алып келді. Бірақ бұл Өскенбайға сабақ болды. Келесі жолы ойынға алданбай, өзіне берген тапсырманы бірінші орындайтын болды. Балалар, үлкендердің айтқан жұмысын тиянақты орындауымыз керек. Бұл әдептіліктің белгісі. Берілген сөздерді менімен бірге қайталаңдар. Бұл сөздердің жазылуы мен айтылуын естеріңе сақтап алыңдар. Футбол, лифт, телефон, фабрика, микрофон, шкаф, фигура. Балалар, осындағы футбол сөзіне дыбыстық талдау жасайықшы. Футбол сөзі 6 әріп 6 дыбыстан тұрады. Мұндағы Ф қатаң дауыссыз дыбыс. У жуан дауысты дыбыс. Т қатаң дауыссыз дыбыс. Б ұяң дауыссыз дыбыс. О жуан дауысты дыбыс. Л үнді дауыссыз дыбыс. Балалар, дыбыстық талдауды дұрыс жасағандарыңа сенемін. Бүгінгі сабақта не үйрендік? Ф әрпі бар сөздерді сауатты жаздыңдар. Берілген тақырып бойынша түрлі дерек көзден жаңа сөздердің мағынасын аштыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.